Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын балды торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен газге қоятын ыдысымызға балымыз бен майымызды салып жақсылап ертіп аламыз. Ал енді жұмыртқалы массамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады. 4 жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді салып миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы балды массамызды үстіне құятын боламыз. Бұл кезде тезірек миксермен араластырған дұрыс болады, өйткені ыстық және жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сосын үстіне қопсытқышымыз бен ұнымызды салып жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз тура осылай қою болу қажет, сұйық болса ағып кетуі мүмкін. Ал енді біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ыстық сүтімізге 1 стакан шекеріміз бен 3 ас қасық ұнымызды салып жақсылап араластырып газге қоятын боламыз. Газымызге қою болғанша тоқтамай араластырып тұруымыз қажет, әйтпесе асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай дайын болған массамызды таза асты су емес ыдысымызға ауыстырып аламыз. Ал енді пергамент қағаздың үстіне осылай шеңберше салып, үстіне 5 ас қасық жаңағы жұмыртқалы массамызды құятын боламыз. Құйып болғаннан кейін осы шеңберіміздің ішіне тегіс қылып жаятын боламыз. Осылай бізден 4 корж шығу керек. Бұлай бөлген қиын болса, жұмыртқалы массамызды 4 ыдысымызға құйып бөлсеңіздер болады. Ал енді корждарымызды 7-8 минут пеште пісіріп аламыз, ол тез піседі. Корждарымыз дайын болды, шеттерін осылай кесіп алатын боламыз. Бұл бізге бетін әсемдеуге қажет болады. Біздің жұмыртқалы массамыздан осылай 4 корж шығуы керек. Ал енді жаңағы шетінен қалған коржымызды осылай оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Ал енді тортымызды жинайтын боламыз. Бұл жерде менде кальцомның өлшемі 260 диаметр. Бірінші коржымызды қоймас бұрын астына кішкене крем жақсаңыздар болады, торттарыңыз жылжып кетпес үшін. Одан кейін коржымызды қоямыз. Коржымыздың үстіне кремімізді жағатын боламыз. Тағы да солай қайттан коржымызды қоямыз, оның үстіне қайттан кремімізді салатын боламыз. Барлығын бір тегіс қып жағып аламыз, осылай тағы 2 корждарыңызды салып аласыздар. Дайын болған тортымызға жағылмай қалған жеріне кремдеріңізді жақсаңыздар болады. Кремімізді жақсылап жағып алдық. Ал енді жаңағы дайындап қойған корждарымыздың ұнтақтарын бетіне, жан-жағына жақсылап себетін боламыз. Біздің өте дәмді, жұмсақ болып шығатын тортымыз дайын болды. Холодильникте 3-4 сағат тұруға кеңес беремін. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді рецептермен бөлісетін боламын.